Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, құрметті оқырмандар. Қазіргі таңда Түркістан қаласында рейдтік іс-шара болып жатыр. Қазір полиция қызметкерлерінен сұхбат алатын боламыз. Ассалаумағалейкум, өзіңізді таныстырып жіберсеңіз, және де мынау қандай рейдтік іс-шара болып жатыр, соны айтып жіберсеңіз. Түркістан қаласының полиция командирі, полиция капитаны Қалманов Қайрат. Түркістан қаласы аумағында әр жұма сенбі күндері қауіпсіз қала рейдтік іс-шара жүргізіледі. Сол бойынша автокөліктерді тексеріп, заңдылығы тексеріледі. Қауіпсіз жол бойынша сақтарамыз. Яғни қауіпсіз қала, қауіпсіз жол бойынша ғой, иә? Жалпы ол қауіпсіз қала, қауіпсіз жолдың ішіне жалпы автокөліктерден басқа нелер кіреді? Жаяу жүргінші деген секілді. Жаяу жүргінші кіреді. Мысалы үшін жолды светофорды жол жүрді, жаяу жүргінші бойынша да жол қауіпсіздігі. Жол бойынша да жұмыстар атқарылуда, және автокөліктер тексерілуде. Жалпы өзімде автокөлік жүргізушісімін. Қазіргі таңда көбіне байқаймын, мынау тұрғындар және осы телефонға қарап жолдың бойын кесіп өтеді. Сондайларға бір шара көріп жатсыздар ма? Шара көріледі ғой. Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 615 бабы жаяу жүру белгісі жол жөнінен жаяу өтіп, жол қауіпсіздігін келтіруде. Сол бойынша да жұмыстар. Және мынау жол белгілері де сол қауіпсіз жол ішіне жол белгі. Мұнда қазір бір жол белгісін көрдім. Мына жерде қазір барып көрсек, заңсыз қойылған жол белгісі деп ойлаймын. Соны жаңағы технадзорларға баяндама ретінде не берсеңіздер. Қазір барып көрсек болады ғой? Болады, иә. Бар. Рахмет. Мынау Асанбайдан, мынау Қазына, мынау болысының алдынан Кольцовойға жетіп қалған кезде жол беріңіз деген знак тұр мына жерде. Бұлай келатқан адам, қатты келатқан адам кімге жол береді? Мына жақта жол жоқ, вообще. Мына жақта жол жоқ. Значит, бұл заңсыз сынау. Осыны алып тастау керек. Ол сөйтіп баянатпен жазып, баянатпен жазу керек пе оны? Ол енді мына жақтан автокөлік келатса қазір, мына жақтан қатты келатқан адам, мына жақта ойбай главный жол бар екен дейді да, осы жерге тоқтауы мүмкін да. Жоқ, бұны баянатпен емес, сразу алып тастасақ та болатын шығар. Технадзорларға айтып, алып өздеріне қою керек пе, ертең керек жерге қойылады. Технадзорларға айту керек пе? Жалпы бұны технадзорлар қалай көрмей жүр деймін да. Өздеріңіз жазып, баянатпен не аласыздар ғой бұны? Рахмет. Міне достар, осылай жалпы.